120 мың теңгеге өмір сүре алсаң, 110 мың теңгеге де өмір сүре аласың. Өмір финансовый эксперттердің айтатын емесімен келіспеймін. Мысалы 100 мың табасың ба, 10 мың теңге қойып қой. Сонда сенде бір жылда 120 мың теңге болады. Мен айтқым келіп тұрғаны, бұл финансовый эксперттер реальный Қазақстандағы адамдардың финансовый ситуациясын түсінбейді. Өйткені 120 мыңға өмір сүру мүмкін емес па, практически Алматыда. Сен ойлашы, комната снимать еттің, уже 60 мың теңге, 120 мың 60 мың теңгесі кетті. Проездге жарайды, автобуспен пересадкамен жүрші. 50 мың теңге қалды. 50 мың теңге сен продукт алып тұрса, ет жемейсің ба сонда? Жылына 120 мың теңге жинап қойдың, жыртылып. Ал декабрьдің 31-і қолымда 120 мың теңге тұр. Вот уже результат, понимаешь? Мәселе сода ғой. Результатта ғой мәселе. Ал бұны не істеймін ары қарай? Ештеңе істемейсің, тұра берсін. Келесі жыл тағы да кетті ма? Тұра берсін. Ал 5 жыл өтті, 600 мың теңге. Қара, сенде ақша көбейіп жатыр жыл сайын, көрдің ба? Блядь, бәрі қымбаттап жатыр еще. Сен соны ұмытпасашы. Бұған келетіндер ақшасы бар адам қайда жұмсайды? Мен осыны айтқым келіп тұр. Скорее всего, сен айтып тұрған семья финансовый грамотностьте үлкен аппаратура адамдар алады. Мысалы 4 миллион аппаратурада жоқ болып отыр 4 миллион. Сосын келеді де, Еркебұлан 4 миллион жоқ болып отыр. Не істеймін дейді ғой примерно. Маған айтасыз, 2 миллионын қойып қойыңыз, 2 миллионға өмір сүре аласыз ғой деп, вот соған жегізуге болады. Ал 120 мың тауып отқан адамға пошел нахуй дейді. Бұл жерде сұрақ былай ғой, қашан сен сөйтіп жүре бересің? Кредитқа кіріп жүре бермейсің ғой.